Қош келдіңіз, Аминат, бұл біздің студиямызға. Сау болыңыз, келгеніңізге көп яңылықларыңыз бар, игі хабарларыңыз бар. Міне тек нөмірді Астраханда икон амаллама болды. Ол Умеровтың оқулары бірінші, Умеровтың оқулары икон конференция озды. Мен сұрағым келет ағаны, сөйлігі заманда Абдрахман Умеровтың аты Астраханда яшайтаған ноғайларға неге өткір болғанды? Конференцияда міне сөйлі неге озғарма келеді? Мәде қиынла әлде пандемия заманда қайда өткірлігі бар еді, сол сұрау шешпей неге керек еді? Сөйлігі заманда Астрахан ноғайлар қиналадылар, неге десең, анда икон күрес барады, со Астраханда яшаған ноғайларды бәрісінде татар етпеген. Біз ана перестройка заманнан бері көреміз, перепистен алып, олардың саны көбейе береді. Есімізде біздің Шаймиевтің федеральный собраниеде сөйлегені 11-ші жылда Астраханда ноғайлар қайдан шыққан, Астраханский областта ноғайлар болға жоқ, ноғай деген халық жоқ деп айтты ол. Көтері бәрі ноғайлардың Саулай Ресейде яшаған, бұл сөзлер жүрегіне тиді. Қайтып ноғайлар жоқ, міне екеуміз мұнда ноғай болып отырамыз, ондай халық жоқ деді. Әлбетте бұл сөзді Шаймиевтің аузына қазанлы тарихшылар салғандар. Олар yazып берген справка. Астраханский губернияда ноғай болға жоқ, и ондай зат жоқ деп. Бетінде сөйле бек тілін қайрап сөйлейді. Онда Исхаков, Дамир Исхаков, тарихшы, ол ноғай ден халық Средневековьеде ер жүзінен жоқ болған, жоқ, олар бар де татар, ноғай дедің, татар дедің, ноғайлар олар татар деп беркітеді. Олар соны айтқан сайын, аналардың жүректері көтеріліп, біз ноғаймыз деп, олар да өзлерін ноғай етпей шалсадылар. Ол аз болса, былтыр озған жылда Уфада кітап шықты «Выдающиеся просветители Евразии». Сонда менің статьям бар еді, Абдрахман Умеровқа бағысланған. Мен оның ноғай екенін жазамын, іс-әрекетін көрсетемен, яшау жолын көрсетемен, Саулай историографияды көрсетемен, кім зат оның ақында жазған, онымен бірге яшаған адамлар Умеровты ноғай деп айтқанларына. Астрахан ноғайларда бір ару тарихлерінде біледілер, қайсы орамларда жүрген, қайырде болған, кіммен айқасқан, ата-бабаларынан қалған әрбір ноғай әйелде Астраханда хабары оның бар, кітаплары бар, сақланған. Оларда Умеров татарные болады, ол біздікі ноғай дейділер. Біряқтан әше сөйлі икон мәне беріледі, ислам дініне, ислам дінінің әрекетшілеріне, олар қайдай пайда кегенлер. Ислам тек діндіне яймай, дін yorығын тұтпай, онын басқа халыққа да мәне әкегенлер. Олар со білімді, язуды, оқуды алдын әфенді молла яйған қара халықтың арасында. Конференцияды ұйғынлаған Духовное управление мусульман азиатской части России. Соның орынбасары ноғай еркісі Даиров Ильдар Жавдетович, заместитель главного муфтия Духовного управления мусульман азиатской части России. Аминат, міне Абдрахман Умеровтың оқыту йосығы да бір түрлі болған, о да басқаланған. Соның ақынан хабарласаңыз екен. Бірінші білімді ол алған Астрахан мектеплерінде, медреселерінде, соңында өстіру үшін білімін бала шағында 14-15 жасында ол Қазанға барып, белгілі Шағабуддин Марджанидің қолында оқып, онан соң құтылған, ару болып құтылған, оны онда Марджани қалдырып, ол онда 2 жыл оқытушы болып та медреседе істеген. Сонын себеп мұнда Астраханға қайтқанда, ол ярықландырушыларға тағылып, өзі Астраханда новометодный школ ашқан. Ол новометодный школдың мектеп медреседен не басқалығы болған.
Мында олар светский дисциплиналар кіріскенлер. Өйткөнім физика, астрономия қайым, литература, философия, зат, сонды затлар кірген. Орыс тілді үйреткөнлер балаларға медреседе, мектепте. Яңы Йорықпан үйретіп басылаған. Ол мында қайтқанда Астраханьға Исмаил Гаспринскийдің йөнелісіне тағылған. Со Исмаил Гаспринский оқуды, білімді, кітап, газет, журнал шығаруды, мұсылманлардың ішкі дүниясын көтеріп, олардың оқымысларын көтеріп, Европаның белгісіне әкемeye шалысқан. Сонымен сол мәселелерді соға еріп, оның еткен съездеріне нелеріне барып, программаларын нелерді түзетіп, ол сондай оқу Йорықларды Астраханда да түзеді. Бұрын бізде Ноғайда яслар барып мектепте медреседе оқыған, қолай болған Ноғай қызына оқытушы тұтып үйінде оқытқан. Көбінше олар яда молладың хатыны болған, яда сондай оқымыслы әйелді өскен хатынларға өзлерінің қызларын сеніп үйде оқытқандар. Абдрахман Умеров қызларға деп мектеп ашып, сонда оқытқан балаларды. Оның школы басқа болған. Неге болған оның школы басқа? Ол оны Европада школаларда етіп түзген. Онда парталар салған, доска салған, көрсетпеге түрлі наглядный пособиелер шығарған. Балалар кеселер школға парталарда отырып, со Европада андай болып, мүлік зат ішінде программатта игілендіріп, олардың ой аңыламын мына ер жүзінде болған әлімлермен, художниклермен, затлармен таныстырып, соны деп ой аңыламын балалардың кеңейтіп, мына дүниядың талабына көре білім бермeye шалысқандар. Со Гаспринскийді дүниенілісіне тағылған Афенді молла. Науды солардың тағынан етіп, сол яңы Йорықпан балаларды оқытқан, соншын школаларға, сол мектеп медреселерге новометодный деп айтқан. Абдрахман Умеров өзінің замандасларына әлгі заманда да редактор болып та, издатель болып та белгілі болған, міне Еділ газетасын баспалаған шағыда болған, сол уақыт хақында біраз ашықлап айтсаңыз екен. Еділ деген газет шығарған, 60-тан жуық кітап шығарған. Дін жақтан қарағанда да ол жоғар мұсылман білімді берген балаларға. Өзінің соқталарына, ноғайша айтсаң, мектепте медреседе оқығанға ноғайлар соқта деген. Соқталарға сөйтіп жоғар білім берген. Ол yazған грамматика арабского языка, онан соң синтаксисін шығарған. Ол yazған грамматикасы 9 кере шыққан баспадан. Қайтарылып шығарғандар. Неге десең, ол кітаппан оқымаға сүйген, оқытпа сүйген молла Афенді көп болған. Конференциялар, форумлар, ол бірінші шеретте ол айқасулар, танысулар. Өзіңіз қади қызықлы адамдармен таныстыңызды, затлар білдіңізді, қади бір әлемет қызықлы затлармен, яңы материалармен таныстыңызды? Сөйлегі заманда мен онда бір сейірлі адамлармен көрістім. Неге барғанда, конференция барғанда, сол недін ақында айтқым келеді. Мешіт Кучергановка ауылдан Қанға ауыл деп айтылған оға бұрынғы заманда. Сол мешіттің моласы Илнур Асанов доклад етті. Труд Умерова «Муалим сарф лисан аль-араб и его практическая значимость для имамов и шакирдов в настоящее время». Нау сол араб әліппемен жазылған кітапты әлгі кириллица аударып, бір несіне кітап әзірлеген сөйлеу заманда. Бұл сол кітаппан араб қыраларға барғанда, сондағы арапларға көрсеткенде Умеровтың
грамматикасын, араб тілінің грамматикасын, налар айтқанар, науын бір бек араб тілін білген адам yazған, бек ұста yazылған, бізде надай дерсліклер жоқ деген. Біз өзіміз араб тілін білеміз, соның үшін мінейтіп қанығыслы инеден епке іліп, оны шығара алмаймыз деген. Науын көтеріп бек ұста адам, білімлі адам yazып шығарған, машалла бізге де керек надай кітап сөйлі дегенлер. Соның үшін екінші яқтан мен көрсеткім келеді, бір яқтан міне Даиров Эльдар Жавдетович, екінші яқтан міне Асанов. Дін жүрістілерде ілімге тартулары бар. Даировтың еткен доклады, Асановтың еткен докладларын мен ару есперіп тыңладым. Икон манелі докладлар неге десең, қайтару со ана бұрынғы язуман етілген кітапларды сөйлегі дүнияға затлар әлбетте бек пайдалы и кереклі зат болады. Оның Аминат, міне біз білеміз, Абдурахман Умеров заманында бек алдышы прогрессивлі дейміз адем болған, ян яқтан айтып оздыңыз, міне ян яқтан көтеріп салы білімлері болған. Өкінішке көп заманнан бері оның аты шаң басып репрессия язалауға ұшырағаннан себеп аты айтылмай тұрған. Міне әлігі заманда оның атын яңыдан қайтарған ноғай арасында, оның атын яң қайтарған адамдар кімлерді олардың атларын айтсаңыз екен? Мында мен еткім келеді біздің со әлімлерге, біздің ерлі әлімлерге. Соның үшін менің қолымда бұрынғы ноғай ерлары деген, сен оны алырсыз соңында, мақала. Бұны әзірлеген Ленин жолы газетте баспалаған Энвер Жанибеков болады. Бұл мақаладың бір кішкей өзінің хабары да бар. Болақ болса, бір-екі сөз айтайым. 70-ші жылларда Ахмет Карасов аспирантурада оқыған Москвада. Оның хатыны Лиза сол заманда мен біліп, библиотека Ленинада ішлеген. Ол Баубек Карасовтың тілегімен сонда ноғайлардың ақында зат бар дегенде, сол библиотекадан тауып ноғай жырлары деген араб әліппемен 12-ші жылда баспаланған кітаптың пленкасын алып келеді қайнағасына. Баубек оның Карасов қайнағасы болады. Соны көшірмеге әлгі әліппе деп тілейділер Энвер Жанибековқа. Энвер Жанибеков бізде редакцияда да құлық өткен, кітап шығару бойында да икон үлісі бар. Өкімет партияның ісінде де көп іслеген адам, но ол бұрынғы адам. Ол медреседі заманда құтылған, өзді со Астрахан юрт ноғайлардан тамыры түбірі. Олар оны біледілер, тудықлары да біледі көтерісті. Сонынан себеп ол бұл әліппеден аудармаға амалы бар еді. 70-ші жыллар қайда екен білесіз, ол атеизмнің шешеке атып, бүлкілдеп, өрленіп тұрған заман еді. Сол заманда араб әліппеден оны кириллица аударып, бөтінде Умеровтың кітабын, ауыл репрессия түскен, аты тыйылған он айтпаға оға үйрек кереді. Кене болса да Энвер Хамидович сол істі бажарған, он міне мақаласы да бар. Саула ерді ту, но бір кесегін ол газетте баспалап шықты. Біз білеміз, Ленин жолы газетті көмілерде бір кесеклер, адам аз болса да, бір 2-3 адам болса да яздырып алатан еді. Ленин жолына да шыққан газетті шөл маяғыда, Қараноғайда көзлеп тұратан еді. Надай затты бос иверге жоқлар, баспалағанларына шекленмеймен,еште оларда надан алып, Энвердің мақаласын баспалаған болырлар. Соның үшін 70-ші жылларда санаймын мен Энвер Жанибеков қайтарған атын деп.
Ondan басқа бізде фольклорист Ашым Сикалиев. Ол өзінің көплеген обзорларында бұрынғы ноғай кітаплар, бұрынғы ноғай фольклор кітапларын терегенде бәленше кере, бәленше обзорда со Умеровтың ноғай жырлары 12-ші жылда шыққан деп неше бір ілмі ісінде көрістеді. Но ең икон құлық еткен біздің қара ноғайдан Әлім Жалал Шихмурзаев, ол Дағыстанның академия наугінде со тіл адабият тергеуші институтында істеген, филология ілмілерінің кандидаты 1986 жылда Астраханьға барады. Емсо Умеровтың яшау жолын тергейді. Оны есінде сақлаған ноғайлармен Астраханда расады, хабарласады. Со оның мешітінде де болады. Солардың барысында тергей келіп, шөлік маяғында, февраль айында 87-ші жылда ол yazады статья Умеровтың яшау жолы деп. Бұл статьяда мында 4-ші бетте прямо газетте шыққан. Онда қара ноғайлар мен 89-ші жылда барғанда кесіп, шөлік маяғынан алынғанды явыстырып, маға сау болсын кім берді? Тахир Ахманбетов берді. Сонымен сөйтіп архивімге түсті. Мына бұрынғы ноғайырларды менің жиенім Тимур Жұмакулов со школда оқыған уақытта Аминат сені бұрынғы ноғай кітапларды іздейсіңді, міне мен наун газеттен жиғаман деп кесіп аған газеттен. Мына кішкіз статьяды ашы. Сонан бері мен архивімде тұрады. Сон үшін ноғайлар білгенлер бұрыннан бері Абдрахман Умеровты мен 89-ші жылларда бар ерлерде де ноғай яшан ерлерде болғаман. Сонан себеп міне қолымды үйреуіме салып айтпа боламын. Абдрахман Умеровтың кітаплары, затлары қайсы регионда ноғай яшайды? Қобан ноғай, қара ноғай, көмі ноғай, bizim Yomboylu Karagetsinler yetişkürler Stavropolski krayda qayerden oğaydın ayağı basıp yaşağın. Son yerde Abdurrahman Umerov'tың шығармалары, кітаплары бар. Аты да белгілі. Edil газетті де міне шөл ноғайлар яздырып алғанына бізде міне язатан әлімлер Дағыстанда міне yazған, шығарған, еткен о газетті бізде де Дағыстанда оқығандар ноғайлар деп белгілер бар. Соның үшін со Кайбалиевлер, Курманалиевлер де нелер де со Edil газетті де оқығандар, оның кітапларында оқығандар. Bizim ноғайдың культурасы, маданият yorығы, адабият yorығы, олар бірге өседі, бірге кепіленген. Соның үшін оны міне атын тыйғаннан бері үндемей тұрғандар, ақыртын перестройка келгенде міне уже Жалал Шихмурзаев статьядан неде шығарып, ол соңында оны кітапларына да, ілімі кітапларына да несіне де салған. Сіздің өзіңіздің де міне көп ізлеулеріңіз әлбетте міне анда оқығаныңызды бағысланған ноғай деп жазасыз. Міне ноғай ярықландырушы Абдрахман Умеровтың ноғайлардың маданиятына үлісі деген ат сотума. Қалай жолықтылар сіздің докладыңыз, қайттыңларлар, затлар сорадылар, затпа қызықсындыларды? Мен со 1989 жылда неткемен экспедиция барғаман. Оннан алдын 84-ші, 85-ші, 6-ші, 91-ші, 92-ші жылларда да мен Ленинградта архивте істегенмін. 89-ші жылда мен Астрахан архивінде істегенмін. Сонда әйелдерді жолыққамын. Сондан мен икон материал жиғамын. Соның үшін оны тамамын мен 86-ші жылда
Байтеректің байлығы деген менің кітабымда атақлы Абдрахман Умеров деп очерк yazып, бас деп сонда шығардым. Ondan soң 2003 жылда январь айында мен диссертация яқладым. Онда да Номай Кесек, со Аштархан ноғайлары, Абдрахман Умеров болсын, Аджиб Гаси болсын, Хабибулла Умеров болсын, Ирембетовлар, Алиевлер. Ені солар бәрісі де ноғай кітап маданиятын көтергенер, икон, үліс кіріскенер. Ноғайдың кітап тарихыны, газет, журнал шығару тарихыны, Саулай Ресейге де айтылған адамлер, сондай ашағанлар. Мен біз атын ақында yazғаман өзім диссертациямда да, оның басқа 9-шы жылда менің монографиям шықты, Ноғай кітаптың негізі деп. Сонда да көтерерде де жазылған, көплеген менің статьяларым ян яқтан тергегемен мен оның редактор болған ісінде, Заки Валидимен қатынасқанында, оның қайдай қонақбай болғанында, ол қайтып тарихте слеген еткен шыққан Восточный архивтен журнал бар Москвада, оны Институт Востоковедения шығарады, онда да бар. Сон үшін қаяқтан қарағанда да бек белгілі ерлерде, аты икон журналларда, затларда, кітапларда мен Аштархан ноғайларының ярқыландырушыларын ашықтан ашық жазғаман. Соның ішінде бек көп мақалаларым менің бағысланған Абдрахман Умеровқа. Но бұл докладты мен оның ноғай маданиятына кірісткен үлісін айырым етіп айтқаным, оның ноғайлар үшін яшағанын айтқаным мәнесі бар. Не десең, бүтінді міне татарлар айтып тұрадылар, ол татар деп. Оның атын тұқымында татаршылатып айтадылар. Ғабдрахман Гумари деп, яда Ғабдрахман Гумеров деп. Но араб әліппемен yazған сөзлерді түрк түрлі халықлар әрбірі өзінің тіліне көре, тілдің мәнесіне көре, йосығына көре, йорғына көре оқығандар. Соның үшін Абдрахман Умеров өзінің атын тұқымын араб әліппеден кириллица аударған Абдурахман Умеров деп. Тап сөйтіп қол салған бәрі ердеді. Мен қолымда архивтен тапқан хатым. Бұл моллаға алдын, патшадың заманында моллаға салатырса, молла ант еткен орыс патшаға. Орыс патшаға ант еткенде, ол міне клятвенное обещание. Міняқта орысша yazылған ант ететіні, сол міняқта түрки тілінде yazылған, ортақ түрк тілінде yazылған. Міне артында тұры. Мулла соборный номер 8 мечети Абдурахман Умеров деп. Міне нады қол басуды ол еткен Санкт-Петербургта исторический архивте сақланған документлерде, Астраханда сақланған документлерде, ондан басқа мен көплеген документлер ақтарғаман. Онда Астраханда типографиялардың саны көрсетеді, олар ниесі кімді деп. Мешітлер көрсетеді, онда моллалар кім болып ішлейді деп. Көтерерде де тұрады Умеров деп. Ғабдрахман деп те тұрмайды, Умеров деп те тұрмайды. Әлбетте кітапларында қарасаң, Умер деген тұқым айнымнан басыланады. Тек оны ноғайлар тыныспан айтады. Оқымайдылар ғы деп. Тыныспан айтадылар. Өмір дейлер. Бізде Умер тұтты нау өмір. Оның тұқымында өмір деген сөз бар. Өмір деген век. Соның үшін бала өмірлі болсын деп бұрын өмірбек деп атанар. Білкі бір ата бабасына өмірбек деп айтылған болады. Онан басқа араб тілінде Умар деген сөз
тап міне араб әріптермен жазсақ, Умеровтың тұқымы қайтып жазылады өмір деп. Айнуннан басанып, о да сөйтіп жазылады. Тек ноғайда арапта айнун әріпті тыныспан айтадылар. Олар ашып кепті ғ деп айтпайдылар оны. Ха деп айтадылар. Хө. Соншында Умеров болады. 20-шы жылларда үйін тінткенде, 30-шы жылда үйін тінткенде, оның қол жазбаларын саулай суырып алып кеткен. Сонда оның қол жазбасы Ноғай тарихы деп нетілген қол жазбасында алып кеткенер ол Ноғай тарихын жазған. Екіленші мен есеттім бір затқа ол Ноғай фольклорын жиған сау яшауын. Оны Ноғай жырларында о сонда еңіл елпі ерларды шығарған. Екінші кесегінде ол Ноғай батыр ерларды шығарақ болып мұрат салған еді. Но архивына кеткенер жиған фольклорда өйтілған о кітапты шығарма ол амал тапқа жоқ. Оны патшада бір ере отыртқан, ссылка берген, сүргенге екінші ере НКВД отыртқан. Сонан себеп мен есетемен ол шығарған затын Ноғайға деп тұспарлап, Ноғай үшін жасаған. Міне сау дүнияға бергілі түрколог Заки Валиди Ноғай айтады. У нас в доме появился в гостях шакирт моего дяди Гумеров деп жазады. Оның қол жазбасында араб әліппеден аударғандар айнун әріпті ғ деп көшіргендер. Ол олардың есабы. Мен көшірген болсам, Ноғайшылатып у деп көшіргем. Құмық-құмықша, башқұрт-башқұртша өзінше көшіреді. Но татарларды өзінше көшіреділер. Но Каримулин істеген архивлерді мен де істеймін. Онда әрізілер тұрады. Абдрахман Умеров, Абдрахман Умеров, Абдрахман Умеров. Кене болса да ол жазады. Астраханда 12-ші жылда дейді, Умеров жиып татар ерларды Ноғай жырлары деген жиынтықта шығарған дейді. Абсурдту. Если татар ерларын жиса, Ноғай жырлары деп не атайды кітапты? Ене сөйтіп фальсификация истории күннен күнге барады. Сон үшін мен ол Ноғайлар үшін істегеніне нетіп есап салып Ноғайға мына азат еткен, соларды ашпа шалыстым. Абдрахман Умеровтың төгерегінде әлбетте оқушылардың ішінде ноғайлар да көп болғандар, о ноғайларды өздерінің атларын айттырғандар, олардың атлары белгілі, соның ақын айтсаңыз екен. Міне Еділ газеті шығарған, оның янында кім болғанды? Басыр Абдуллин болған, Абдулхамид Жанибеков болған, оның төгерегінде айланған Булат Салиев, бәрісте Аштархан ноғайлары. Онда мен тағы да бір ару докладқа еткім келеді. О Алим Махсудов Стамбулда университетте оқиды. Сөйлігі заманда ол Еділ газеттен Абдрахман Умеровтың ноғайлар ақында yazған мақалаларына есетіп доклад етті. Ең де мәнелісі сол ол көрсетеді. Міне қайсы яқтанда сол ноғайлардың білімін өстірмeye шалысқан. Ол көп есетеді, қайтып кредит алсаң, қайды документлер түзетіп, қайтып қол басып, қайтып алмаға керен, алданмаңыз деп. Аферистер о заманда да болғандар, мына кредитпен алдағандар, патшаның заманда да болған. Ол айтады, қайтып оны түз етпеге керегін. Қайтып адам түз емленмеге керегін. Бұрын оған асаяда бір шей болса сондай затларды. Бір мақаласына есетіп Алим ару ярық шешті оны. Ол айтады, егер ноғайлар бақшалықпан бұрынғыдан алып карлегенлерін тасласа, то базарды биліклер татарлар, азербайжандар, ноғайлар барып
еткен затларын онда сатпа амал алақту. Соннан соң, со бұрынғыдан басылап, қайтып бақшаманы кар шеккенлер, әне сөйтіп шегіп, оңысларында алып, базарда өзлерінің орынларында тұрып сату етпеселер, ертен бір сонылар құлықсыз қалақлар. Құлықсыз қаса, орсылардың затларын есігесіңінде жүріп құлықзіліклер. Айеллерін асырамаға амал тавяқтулар. Соның үшін бақшалықты ноғай тасламаға керектуден сұрау салады. Қаяқтан қарағанда да оның яратушылығын ол ноғайларға солардың яшауларын игілендірмеге, білімлерін өстірмеге керек екенін, солардың қолай яшауын етпеге керек екенін шалсады. Соң үшін мен де өзім докладында, мына бүтінде ма яс болса да бас дейді ноғай, ақыл ястату баста, яс студент, сонады бек кереклі доклад етті, әперім, машалла, алатал елдің аштын. Аминат, мына сосы недін конференцияның озғарылуы, ол тек ілімі яқтан той әлбетте, ол бір политикалық абытта бор, неге десең сөйлеу заманда Астрахан ноғайлар көтерілгенер, олардың ақылаңыламықларда мен ноғайман денер өсе береді. Міне қайтып олынасызды, сосындай конференция, сосындай жиылу, сосындай білімлер, яңылықлар, Умиров хақында бөтенде. Ноғайларды біріктірім не зат береді Астрахан ноғайларға, біздің бауырдастарымызға? Ноғайдың атын сөйлі көтерісте бастырма ашылсады. Ноғайдың бай тарихы, бай фольклоры көтерісіне де керек. Тек ноғай жоқ деп айтқылары келеді. Қазақтар болса сөйле ноғай боғаяқ ноғайлы болған, а ноғайдықы ноғайлы болса көтерісіне де түркі халқларға ортақ. Ноғайдың бар заты да біздікі, едіге де біздікі, Сүйінбеке де біздікі, ноғай батыр ерлары да біздікі, тарихы да біздікі деп, олар ноғай тарихтың негізінде өзлерінің тарихын yazып алшалсадылар, ноғай фольклорын байырлап, өзіміздікі деп yazадылар. Сондай осал ақыл біздің өкінішке бір кесек, мен саулай деп айта алмаймын, Қазан әлімлерінде де бар. Патшадың заманынан басылап, ілімі, әлімлер, Қазан ханлығында, о Қазан ханлығы шашылса да, кенеде Қазанның өзінде де күшлі болған. Олар мұсылман болғаннан себеп, мұсылманлық сақлағаннан себеп, олар ноғайдақын ноғай деп yazғанlar, қазанлылардықын қазанлы деп yazғанlar, икрамлы, дінлі адамлар. Сөйлеуі заманда өкінішке көп адам мен мұсылманман дейді. Тек ой аңыламлары олардың мұсылман yorğun тұтпайтағын ашықтан ашық көрсетеді. Өкінішке сөйлеуі заманда сондағы Қазан әлімлер, бір кесеклері саулайту, бір адамлар әлімлері бар, бір кесек әлімлері. Олар ноғай халық деген боғай жоқ, ноғай деген о татар деп таван тіреседілер. Оларда әл-ару, частный нелер бар, телевидение бар, үкімет телевидениеде арт қалмайды, ноғай жоқ, ноғайлар жоқ, ноғайлар олар татар, ондай халық боғай жоқ деп, таван тіресіп, міне, Екимада бір 10 күнде сонда бір передача шығып тұрады. Өкінішке ноғайдан татарға дөнгенлерде, онда өзінің үлісін қосадылар. Но бөтенде бек епсіз Yoruk'tan шыққан псевдоисторик Дамир Исхақов. Ноғайлар қайдан шыққан? Астраханда олар боғай жоқ. Оларды онда келіп, Керу Кавказдан әлімлер болсын, интеллигенция болсын, сонды құллық үйрістіп, оларды ноғай етіп кеткенлер дейді. Қайтып мен біреуді ноғай етпей олақпын. Яда мені біреу келіп мінді татар етпей олақ. Егер мен ноғай болсам сойым. Сөйтіп, сондай сөзбен сөйлейді. Бек ауыр адамның көңілін төмендететін, қорлайтын затларды айтады.
ол аңлайман перепис болады 11 жылда, 21 жылда. Сол переписке олар құлығы өрістеділер. Оларға Астраханский облыста ноғай жоқ, бәрісте татар деп көрсетпеге керек. Олар соғана 20 жыллардың құлығын сонынан бері, 20 жыллардан бері үзбей өрістеділер. Міне Каримулине yazғанды, Умеровты Гумеров деп, татар ерларды жиып шығарған деп, татарский издатель в Астрахани деп. Со ана 20 жыллардың ері ол. Олар со өзлерін бір бек икон өкімет етіп көрістеділер. Саулай Каспийттен ерті өзлеріне алып, имажалары олардың шықпа керек басқа тысқыралға. Олар су политикада өрістеділер. Әлбетте, бұл деструктивный зат. Бұл ұрсыз, конфликтный ситуация салу, ара халықта милетлер неше ел бірге яшайдылар, оларда онады таван тірес болға жоқ. Бұл зат көтеріледі. Тек бұл заттың екінші яғы бар. Ұрсайтады оборотная сторона медали деп. Бұнда оборотная сторона медали. Олар сөйтіп сөз үрісткен үшін, еслі адамлар ұшы бұл затқа ұшы яшаулары кеткен естетпейді. Тек ясауға бұл зат ярамайды. Сосы мен ноғайман ма, яда татарман ма деп келіп үйлеріне сұрау саладылар. Сен ноғай татарсың дейділер. Тек ноғайман ма, яда татарман ма дейділер. Сол заманда болмаса айтадылар, сөйті болған еді, міне 20 жылларда бізді сұраусыз, соқтаусыз етіп, татар етіп yazған еділер. Сонымен бізге мұнда татар деп те біреуді айтпайды, соны ноғай татар болып жүреміз дейді. Сонымен сөйтіп сөйлеуі яс адамлардың көбісіне бұзат ярамайды. Олар біз яңа переписте ноғай болып yazылақпыз дейді. Олар сөйтіп айтқанынан соң аяқта да қазанлылар да тынмай, ноғай деген халық жоқ дейді. Әлбетте ол анда Еділ судың бойында яшаған ноғайлардың күнту, ол ар бір ноғай деген адам жүрегіне тиеді. Она да зат әлбетте болмай керек. Ну, өкінішке 21 өмірде гуманитарный наука Ресей Федерацияда ту, Ресейден айырылып кеткен республикаларда да осал әлде. Көп миллет тарихын, маданиятын, өнерін тергеген әлімлер бәрі затты біздікі деп өзін халқын көтеріп, басқа халықты таптап сөйтеді. Но үсі болақты. Неге десең, ноғай болған бар болаяқ. Сау болыңыз, Аминат, әлемет қызықлы хабарласуымыз үшін, конференцияда хабар үшін, мынадей тарихқа да сосындай әлемет хабарлар үшін, мен сенемін енді де тез арада сосындай елғысыларымыз бізде боларлар, бізім телеқараушылардың есіне салама, бұл бізде қонақта тарихшы Алим Аминат Курмансейітова.